Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Гүлім Қайырденқызы. Мен Air Astana ұлттық авиа компаниясының эконом класс аға борт серігімін. Авиация жолындағы еңбегімді 19 жасымда бастадым. Содан бері қазақ авиациясының дамуына өз үлесімді қосып келемін. Соңғы 12 жыл ішінде ұлттық авиа компанияда жұмыс жасаймын. 12 жыл ішінде авиа компания ішінде алған марапаттарым да аз емес. Еліміздегі туризм қарқынды дамып келе жатқанымен қоса, елімізден сыртқа шығатын жолаушылардың да саны күннен күнге артып келеді. Сол себептен ұшақтан артылып қалатын қоқыстар мен тамақ қалдықтары да көбейеді. Бұл еліміздің ғана емес, әлемнің экологиясына зиянын тигізеді. 2018 жылы Еңбек қорғау департаментімен бірігіп жасаған жобамызда ұшақ ішінде қолданылатын өнімдерді экологиялық таза өнімдерге ауыстыруды қолға алдық. 4 жыл ішіндегі жасаған еңбектеріміздің нәтижесі де бар. Айта кететін болсақ, ұшақта қолданылатын пластикалық стақандарды қағаз стақандарына алмастырдық. Пластикалық қасықтарды ағаш араластырғыштарға араластырдық. Сонымен қатар жолаушыларымызға ұсынылатын қағаз газет журналдарымызды 90%-ға азайттық. Оның орнына ұшақтарымызда пайдалануға болатын MyPress жүктемесін ойлап шығардық. Ұшақ бортында әр рейстен кейін артылып қалатын қоқыстарды арнайы өңдейтін мекемелерге өткізуді де қолға алып жатырмыз. Біздің ұшағымызға келетін жолаушылар әртүрлі болады. Кішкентай баладан қарт қарияларға дейін әрқайсысына жеке көңіл бөліп, ұшу барысында қамқорлық көрсету менің басты міндетім. Ұшағымызға келген әрбір жолаушымызға қош келдіңіз деймін.